Баршаңызға сәлем, менің тиктоктағы оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Баламды азанда садикке апарып тастап, мен деген екіншімді де больница жаққа алып кеттім. Бұйырса оны садикке беремін деп ойлап отырмын. Соған документтерін бәрін дайындап, обедке таман үйге бірақ келдім. Сонымен күйеуім деген басын жуып құйып тұршы су деп, сонымен оған басына су құйып тұрып, ол шашын кептіріп жұмысқа кетті. Сонымен сушилкада қалған киімдерін барлығын жинастырып, үйге бір генеральный уборка жасап алайын деп ойға келіп, соны жасап бастадым. Келе салып үйге от жағып, оны үйді де жылытып, сонымен киімдерді шашылып кеткен кір киімдерді бөлек, таза киімдерді бөлек алып, барлығын жинастырып шкафқа салдым. Одан кейін көрпе төсектерді жинап тастадым. Одан кейін мына жақта мен кеткенде балдарым вообще шашып тастайды. Сонымен осы айнаның алдын бір тазалап қойайын деп, айнаның алдында реттестіріп сәл-сәл жинастырып қойдым. Айнаның алдында тазалап тұрсам, бір кезде құрдас келіншегім звондайды. Дариға, үйіңе өтейік, әңгіме айтайық, үйдесің бе дегесін. Иә, келе беріңдер деп сөйтіп шақырып қойдым. Енді жоқ, келмеңдер деп айта алмайсың ғой, қанша дегенмен қонақ, сонымен деген үйлер не де болса да үйімді жинай берейін деп жинастырып осы жерде қиялдап жатырмын. Осындай суши, пицца заказ, тез заказ беретін, еще скидкамен болатын жер болса ғой депті. Ондай жер енді мен ауылда тұрғандықтан жоқ, сол себептен де сіздерге жақсы мүмкіндік. Астана, Алматы, Шымкент, Атырау, Қостанай қалаларынан менің тиктокта оқырмандарым болатын бұл. Мүмкіндік туып тұр. Яндекс.Еда деген приложениені App Store'дан немесе Play Market'тен тартып, жүктеп аласыздар және ішіне кіріп заказ бересіздер. Алғашқы заказыңыз 5000 теңгеден асса, осы промокодты қолдансаңыздар, сіздерге 5000 теңгенің орнына 2,5 теңге скидка жасап беретін болады. Және тез-тез етіп осы промокодты пайдаланып қалыңыздар. Сонымен қой тірліктерімді жалғастырайын деп ары қарай жалғастырдым. Осындай жаңағы кухняның алды шашылып кеткен ыдыстардың барын жайғастырып, кешелі бері ыдыстар жуылмаған, сол ыдыстардың барлығын жуып тастадым. Сіздерге